Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 3-ші сынып математика пәні 31-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы 6 санына көбейту және бөлу кестесі. Жанама сұрақтармен берілген есептер. Сынып ұжымы, құқықтар мен міндеттер. Бүгін сендер 6 санына көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйренесіңдер. Жанама сұрақтармен берілген есептерді шығаратын боласыңдар. Сабақ, видео сендерге пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Егер менің видеом ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Бірінші есеп, жарыс өткізу үшін әр 6 метр сайын жалауша қойылды. 6-дан сана. Яғни біз әр жалаушаны қойған кезде 6-ға қосып отыруымыз қажет. Демек, бір аттадық па, бұл жерде 6 болады. Екіншісін 2 аттағанда 12 болады. 3 аттағанда 18, 4 аттаған кезде 24, 5 аттаған кезде 30, 6 аттаған кезде 36, 7-де 42, 8-де 48, 9-да 54, 10-да 60. Демек, көбейту кестесіндегі сандар міне. Alt жердегі 1-ім 6, alt жердегі 2-ім 12, alt жердегі 3-ім 18, alt жердегі 4-ім 24, alt жердегі 5-ім 30, alt жердегі 6-ім 36, alt жердегі 7-ім 42, alt жердегі 8-ім 48, alt жердегі 9-ім 54, alt жердегі 10-ім 60. Дәл осылай көбейту кестесін жаттауға болады. Міне осылай жазамыз. Екінші есеп бізде 4 бағаннан тұратын 6-ға көбейту және бөлу кестесін құрастырып жаз дейді. Міне 4 бағаннан тұратын. Неліктен бізде жазуды неге 6 көбейту 6 жағдайынан бастауға болады? Не себепті бізде 6 көбейту 5 жоқ? Неге 6 көбейту 6-дан басталды? Ойланамыз, жауап береміз. Себебі біз 6 көбейту 5 дегенді біз 5-тің көбейту кестесіне өткенбіз. Біз 5 көбейту 6 30 деп өткенбіз. Өйткені 5-ті толық көбейту кестесіне өткендіктен бүгін біз 6-дан бастаймыз. Сондықтан 6 көбейту 6-дан бастап шығарамыз. Міне осылай жазып аламыз. Енді осыған тұр кездерді толтырамыз, есептерге жауап береміз. 7 жердегі 6-ым, бұл жерде жазамыз 42 деп. 8 жердегі 6-ым, яғни бізде 6 жердегі 8-іміз 48. 9 жердегі 6-ым деген сөз, 6 жердегі 9-ды табамыз, демек 54. Екі бағандағы есепке қарасаңдар, екеуі кері орындары алмасып беріп тұр есептердің. Енді осыны бөлу арқылы тексереміз. 36 міне 36-ны 6-ға бөлген кезде 6 шығады. 42 міне 42 бізде кездесіп тұр. 42-ні 6-ға бөлген кезде 7 шығады. Көбейту кестесінде кездесіп тұр. Міне осылай толтырып жазып шығамыз. Келесі 3-ші есеп. Сыныпта Жазира мен Шолпан кезекшілік атқарды. Олар сабаққа жазбалар дайындады. Оларды қарастыр. Міне айтылымдарды толықтыр. Демек, біз санаймыз. 6 3 бұрыш берілген. Міне бізде 6 3 бұрыш және шаршыны санаймыз. Бұл жерде шаршы бізде 12. 12. Бізде 12 шаршы бар. Енді 6 3 бұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда 2 есе кем. 2 есе кем деп тұр. 6 3 бұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда нешеге кем деп тұр? 6-ға кем болып тұр. Келесісін сұраққа жауап береміз. Шаршылар 12. Бұл 3 бұрыштарға қарағанда, 3 бұрышқа қарағанда 2 есе артық. Шаршылар 12. Бұл 3 бұрышқа қарағанда
6-ға артық болып тұр. Міне осылай толықтыруға болады. Келесі 4-ші есеп. Сенің сыныбыңда кезекші бар ма? Есепті оқып, шешуін қарастыр. Қорытынды жаса. Назгүл сыныптағы 6 гүлге су құйды. Бұл мектептің кіреберісіндегі су құйған гүлдерге қарағанда 5 есе кем. Назгүл мектептің кіреберісіндегі қанша гүлге су құйды дейді. Назгүл сыныпқа барып 6 гүлге су құйды. Бірақ 5 есе кем деп тұр. Біз есе кем десе бөлу амалы орындалатын білеміз. Бірақ қай жағдайда көбейту амалы орындалады? Кері амал. Бұл деген сөз кездескен кезде мәтінде кері амал орындалады. Демек, есе кемге кері амал есе артық болып орындалады. Енді біз сыныпта 6 гүлге қойды, енді кіреберісте 5 есе артық дейді. Демек, біз 5 есе артық болады кіреберісте. 6-ны 5-ке көбейтеміз, 30 болады. Сонда кіреберіске 30 гүл бар. Келесі тапсырмасы қысқаша жазылуы бойынша жанама сұрақтармен берілген есеп құрастыр. Төргез дәптер 4 дана, бұл 2 есе артық жол дәптерге қарағанда дейді. Бұл деген сөз кездескен кезде есе артық десе, бұл есе кем деп орындаймыз. Бұл сөз кездескен кезде бұл өте маңызды. Өте маңызды. Сондықтан біз 4-ті 2-ке бөлеміз, 2 болады, сонда 2 жолды дәптер сатып алынды деген сөз. Келесі есепті шығарамыз. 5-ші есеп. Бүгін мектепте өзін басқару күні. Әлия мұғалім ретінде болып, балаларға есеп ұсынды. Жанама сұрақтармен берілген есептерді тауып, оларды шығар. Тапсырмасы. Бумада 8 парақ түрлі түсті қатырғы қағаз бар, ал ақ түсті қатыр қағаз 4 есе артық. Бумада ақ түсті неше қатырғы қағаз бар? Есе артық десе, біз көбейтеміз. 8-ді 4-ке көбейтеміз, 32 болады. Бумада ақ түсті 32 қатырғы қағаз бар. Тапсырмасы. Стақанда 3 жай қарындаш бар. Бұл түрлі түсті қарындашқа қарағанда 5 есе кем. Қорапта неше түрлі түсті қарандаш бар? Бізде 3 жай қарандаш бар, және де 5 есе кем түрлі түсті қаламдаш бар. Есе кем деген жағдайда біз бөлеміз. Бірақ қай кезде көбейтеміз? Бұл деген сөз кездескен кезде. Демек, біз 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15 болады. 15 түрлі түсті қарандаш бар деген сөз. Келесі Б тапсырмасында. Бөшкеде 45 литр су бар. Бұл цистернаға қарағанда 255 литрге кем. Цистернада неше литр су бар? Яғни біз барлығын табуымыз қажет. Бөшкеде 45 литр су бар, ал цистернадағы 255-ке кем деп тұр. Бұл деген сөз кездесіп тұр, және де кем дегенге кері амал артық болады. Демек, біз 45-ке 255-ті қосамыз, сонда бізде 300 литр болады. Цистернада 300 литр су бар деген сөз. Келесі тапсырма В тапсырмасы. Пошташы 45 жайғат, одан 12-ге артық жедел хат жеткізді. Пошташы барлығы неше хат жеткізілді? Жайғат бізде 45, ал жедел хат 12-ге артық. Демек, 45-ке 12-ні қосамыз, 57 шығады. Демек, жедел хат бізде 57. Барлығын табу үшін 57-ге 45-ті қосамыз, сонда 102 болады. Пошташы барлығы 102 хат жеткізді. Міне осылай есепті шығарсақ болады. Өрнек ретінде де осылай шартын құрып шығарсаңдар да болады. 6-шы есеп. 3 бұрыштың саны 15. Бұл шаршыға қарағанда 3 есе артық. Осы есептің шарты бойынша сурет сал және шешуін жаз. Есеп құрастыр дейді. Ең алғаш есеп құрастырып аламыз. 3 бұрыштар саны 15, бірақ шаршы бұған қарағанда 3 есе артық. Бұл жерде бұл деген сөз кездеседі. Сондықтан біз көбейту, бұл жерде артық болғандықтан бөлу амалы орындалады, кері амал.
15-ті 3-ке бөлеміз 5 болады. Сонда шаршының саны 5. Енді суретін саламыз. Міне 3 бұрыштар 15. Мұндағы 3 бұрыштардың саны 15. Ал шаршының саны 5. Міне осылай сызамыз. Келесі 7-ші есеп. Есепке өрнек құр. Бір жолдың ұзындығы 36 метр. Екінші жол одан 6 есе кем. Екі жолдың ұзындығы қанша? Бірінші жол 36, екіншісі одан 2 есе кем деп тұр. Сондықтан бірінші, екінші жолдың неше метр екенін табу үшін 36-ны 6-ға бөлеміз. Есе кем деген кезде 36-ны 6-ға бөлеміз. 6 болады. Демек, бірінші жолдың ұзындығы 36, екіншінікі 6 метр болып тұр. Енді екі жолдың ұзындығын табу үшін 36-ға 6-ны қосамыз. Сонда 42 болады. Барлығы 42 метр болады. Екі жолдың ұзындығы 42 метр. Келесі ә тапсырмасы. Автобуста 8 бала келе жатыр. Бұл ересектерге қарағанда 5 есе кем. Автобуста барлығы қанша жолаушы бар дейді. Бізде балалар саны белгілі. Балалар саны белгілі болып тұр. 8 бала. Балалар саны 8 бала. Ересектер бұларға қарағанда 5 есе кем деп тұр. Бірақ қай сөз кездесіп тұр? Бұл деген сөз кездесіп тұр. Демек 5 есе кем десе көбейтеміз. 8-ді 5-ке көбейтеміз. 40 болады. Демек бізде ересектердің саны 40. Ал енді автобуста барлығын табу үшін бірінші 8 балаға 40 ересек адамды қосамыз. Сонда 48 болады. Автобуста барлығы 48 жолаушы бар. Міне осылай есепті шартын құрып шығарсаңдар да болады. Немесе өрнек ретінде осылай жазсаңдар да болады. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі есеп бізде 8-ші есеп салыстыр. Енді салыстырамыз. 6-ны 4-ке көбейтеміз, бізде 24. 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24. Демек, екі жағы да тең деген сөз. А бөлінген В, А көбейтілген В. Енді белгілі ғой, көбейту амалында мәні үлкен болатыны. 36 бөлінген 6 бізде 6 болады. 2-ні 5-ке көбейткен кезде 10 шығады демек. Енді келесінде А көбейтілген В қосылған 5. Келесінде А көбейтілген В қосылған 50 деп тұр. Енді қосқан кезде 5 емес, 50-ге қосқан кезде есепте көбірек мән шығады. Үлкен сан шығады, сондықтан үлкен белгіні қоямыз. Келесінде де 24-ті 6-ға бөлеміз 4 шығады, 16-ны 2-ге бөлеміз 8 шығады. Келесі есепте А көбейтілген В қосылған 15, А бөлінген В деп тұр. Әрине, бұл жерде көбейту амалындағы амал үлкен болып шығады, сондықтан осылай белгіні қойып салыстырып шығамыз. Міне жазылу үлгісі астына қарасаңдар да болады. Дәл осылай санды міндетті түрде әр түргезге жазуды ұмытпаңдар. Соңғы есебіміз 9-ші есеп. Сандар тізбегін жалғастыр. Әрбір келесі сан 5-ке 6-ға артық болатындай сандар тізбегін құр дейді. Бірінші сандар тізбегін жалғастырып аламыз. Алдыңғы сабақтарда қалай шығару керек екенін үйреткенмін, сондықтан оңай болады деген ойдамын. 2, 4, 6, 8 деп тұр. Демек сандар жұп саны, яғни 2-ге артып отыр. Сондықтан 8, 10, 12, осылай жазып кетеміз. 12, 14 деп 20-ға дейін жазамыз. Келесінде 3, 6, 9 деп тұр. Демек 3-ге артып жатыр деген сөз. 9-дан кейін 12, 15, 12, 15 деп 30-ға дейін жазып шығамыз. Міне, осылай жазып шығамыз. Енді келесі тапсырмасында әрбір келесі сан 5-ке 6-ға артық болатындай тізбек құрастыруымыз қажет. Демек, бірінші 5-ті орындап аламыз. Бірден бастаймыз. 5-ке арттырып отырамыз. 5-ке арттырып отырамыз. Демек, 1-ге 5-ті қосқанда 6 болады. 6-ны 5-ке арттырған кезде 11, тағы да оны 5-ке арттырамыз.
16, осылай жалғастырамыз. 31-ге дейін келесісінде 6-ға арттырамыз. 6-ға арттырып отырамыз. 1-ді 6 қосқанда 7 болады. 7-ге тағы да 6-ны қосамыз, 13 болады. Тағы да 13-ке 6-ны қосамыз, 19. 19-ға 6-ны қосамыз, 25. 25-ке 6-ны қосамыз, 31. Міне осылай жазсаңдар болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, тіркелуді. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.